Ең мықты дарынды балдар жиналды деп айтсақ болады. Министрдің бастамасы, министрдің ойын көпшілік түсінбеген сияқты. Әр мекеменің басшысы қамқоршылық кеңес арқылы, ата-аналар кеңесі арқылы өздерінің үлгілік типтік формасын белгілеп ата-аналарына тарату керек. Соңғы уақытта бізде мамандық таңдау өте үлкен мәселеге айналып отыр. 75% кемінде мемлекеттік тапсырыс бойынша оқыған студенттеріміз жұмысқа орналасу керек. Қажет мамандықтардың тізімін қайдан көруге болады? Бұл жерде сұранысқа ие мамандықтардың тізбесін біз жасақтаймыз. Дәл осы мектептердің сапа көрсеткіші қандай деген бір сауал туындайды. Ең басты мақсатымыз ол сапалы білім беру. Басқарма жұмысында қандай да бір өзгерістер болды ма? Шахматтан сабақ беретін мұғалімдер аз. Қайырлы құрметті көрермен, уақыт біздің сұхбат бастаймыз. Бүгін біз мынау оңтүстік өңірдегі, оның ішінде мынау Шымкент қаласындағы білім саласына қатысты туындаған бірқатар сұрақтарға жауап алу мақсатында келіп отырмыз. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Шымкент қаласы білім басқармасы басшысының орынбасары Гүлісхан Нақбаева. Гүлісхан ханым, сұхбатқа келісіне бергеніңіз үшін әуелі алғысымды білдірем. Бізде мына сұрақтарымыз түрлі саланы, өзіңізге тиісті салаларды қамтиды. Дайынсыз ғой? Әрине дайынмын. Енді мен сұрақты мынадан бастағым келіп отыр. Өзіңіз мынау президенттік жастар кадрлық резервіндесіз. Жалпы дәл осы топтың деп айтайықшы, артықшылығы қандай? Іріктеу қалай өтті? Енді бастан айтып кетейін, президенттік жастар кадр резерві ол сауалнама бағдарламасында біздің президенттің Қасым-Жомарт Кемелұлының бағдарламасында болған болатын. Өзінің аты президенттік жастар кадр резерві маған өте қызық болып көрінді. Неге десеңіз, себебі бұл жаңа форматта болып жатқан жоба. Әрине бұл жерде мен қатысуға өз ниетімді білдірген болатынмын. 2019 жылы тамыз айында біз өзіміздің құжаттарымызды тапсырған болатынбыз бірінші кезеңнен. Ал екінші кезеңнен бастап тестілеу, ол жерде мазмұнды қалайсыз тез арада оқып түсінуді білуін қабілеттіңізді тексереді. Және де ол аналитикалық өзіңіздің құзыреттілігіңізді тексеретін, ол осы математика жағынан тестті тез шешім қабылдау бойынша уақыт өте қысқа болады. Бір сұраққа бір инфографика берілсе, оған бір сұраққа 1 минут беріледі. Сондықтан да ол жерде дұрыс өзінің нұсқасын таңдап отырып, бірінші кезеңнен өткен бол, екінші кезеңнен өткен болатын. Ары қарай біз тағы да осы тесттерді қайталай отырып, оны дәлелдеген болатынбыз. Ал келесі кезең ол эссе жазу болған. Және де өзіміздің жобамызды қорғау болатын. Сол жобада әрине мен өзім шахматшы қыз болғандықтан шахматты білім саласына енгізу бойынша біз пән ретінде бағдарламаға енгізу бойынша өз жобамды қорғаған болатынмын. Ол кезеңнен де өттік, эсседен де өтіп, ары қарай біз әңгімелесу кезеңіне өттік. Әңгімелесу кезеңіне өткенде өз комиссия тарапынан белгілі президент әкімшілігінің қызметкерлері отырған, шешім қабылдау деңгейінде отырған кісілер, өзінің тәжірибесі мол кісілер бізді қабылдаған болатын. Ол ең соңғы іріктеу кезеңінен де сәтті өттік. 2019 жылы желтоқсан айында 25 желтоқсан жұлдызы күні әлі есімде комиссия шешімі бойынша 300 резервтердің тізіміне ендік. Енді бұл үлкен жетістік деп санаймын, себебі бұл жерде ең мықты дарынды балдар жиналды деп айтсақ болады. Ең біздің сұранысқа ие ең мықты мамандардың арасына кіріп отырғанымызға, және де бұл жерде ең басты мақсатымыз, осы жобаның мақсаты ол біздің мемлекеттік басқару жүйесіне жаңа форматта адамдарды іздеу, соларды талқылап отырып, ол біздің мемлекеттік жүйесін өзгерту, түбімен өзгерту болған. Енді осы кісілермен көптеген біз әрине еркін форматта кездесіп отырамыз. Нұр-Сұлтан қаласында көбінесе тимбилдинг жасап тұрамыз. Енді ол керемет жоба деп айтсақ болады. Ең басты бұл жерде коллаборация. Біз бір-бірімізбен жақсы араласамыз, және де мықты мамандар жиналғанына өзім көзім жетті деп айтсақ болады. Енді бұл кезең ары қарай жалғасын алды. Білесіздер, 2021 жылы тағы да 50 резервшілер іріктелген болатын. Қазіргі таңда 350 президенттік жастар кадр резервіне енген азаматтар бар. Бұл кісілердің бәрі әр салада жұмыс жасап жатыр. Көбінесе олар финансистер, экономистер деп айтсақ болады. Себебі ол жерде тестілердің бәрі математикалық, логикалық қабілеттігін тексереді. Ал енді өзім
шахматты жақсы көргендіктен өзімнің аналитикалық құзыреттілігім мықты деп айтсақ та болады. Соны арасына кіріп, енді осы кісілермен бірге ең басты мақсатымыз ол біздің елімізге қызмет ету және де елімізді көркейту, дамыту, өз үлесімізді қоссақ екен деген сенімдеміз. Жақсы, енді мынау айтып отырмыз ғой, мынау жалпы осы резервтің мақсатының өзі мынау креативті жастар арқылы қоғамның сан түрлі саласының дамуына жаңаша серпін беру. Иә. Енді өзіңіз мынау басқармаға келгелі, басқарма жұмысында қандай да бір өзгерістер болды ма? Енді біздің жұмысымызды бағалайтын құзырлы органдар бар, өздеріңізге белгілі, бірақ әрине бұл жерде ең басты біздің мақсатымыз ол сапалы білім беру. Біздің оқушыларымыз жылдан көбеюде, өздеріңізге белгілі, қазіргі таңда 242.525 оқушымыз бар. Және де колледж саласында бізде 36.000 студенттеріміз оқиды. Енді ең басты мақсатымыз ол осы елімізге танымал болып үлкен азаматтар болса екен деп интеллектуалды ұлтты насихаттай отырып, олар біздің еліміздің экономикасын көтеретін азаматтарды тәрбиелеу, соларды дамыту, құзыреттілігін арттыру дегендей сұранысқа ие мамандықтарға көбінесе көңіл бөлеміз деп те айтсақ болады. Қазіргі таңда өздеріңізге белгілі көптеген жүйеде өзгерістер болып жатыр. Цифрлық даму жүйесі өте қолға алынып жатыр деп те айтсақ болады. Сондықтан да көп мамандықтардың тізбесі де өзгеріп жатыр классификатор бойынша, 600 бұйрық бойынша. Сондықтан да ең басты мақсатымыз ол сапалы білім беру. Өздеріңізге белгілі, былтыр Қасым-Жомарт Кемелұлы 10 ұлттық жобаны қолға алған болатын. Білім саласында ол сапалы білім, білімді ұлт деп аталады. Ең басты мақсатымыз ол білімді ұлтты насихаттау керекпіз, білімді ұлтты біз тәрбиелеу керекпіз. Енді 2020 жылы осы тамыз айында мен осында ауысып келген болатын. Алдында білім және ғылым министрлігінде мектепке дейінгі және орта білім беру комитетінің аналитикалық бөлімнің басшысы болдым. Енді ары қарай өзім тәжірибемді ала тұрып, Шымкент қаласы бойынша біріншіден біз Шымкент қаласы әкімі Мұрат Дүйсенбекұлының қолдауымен, Жанат Арысбекқызының қолдауымен, біздің білім басқарма басшысымен қолға алынып отыр. Бұл шахматты біз барлық мектептерге факультативті ойын ретінде енгіздік. Өздеріңізге белгілі, әр білім беру орталығы өзінің таңдауы бойынша факультативті түрлі сабақтар өтетін. Ал шахматты біз міндеттегеннен кейін қазіргі таңда барлық мемлекеттік мектептерде, қазіргі таңда 151 мемлекеттік мектеп бар болса, барлық мектептерде шахмат ойын ретінде ол құзыреттілікті көтеретін интеллектуалды баланы тәрбиелеу мақсатында қолға алынып отыр, құрал ретінде. Как инструмент развития всесторонней личности деп айтамыз ғой. Сухомлинский айта кеткендей. Енді бұл жерде шахмат, енді бұл жерде ең басты мақсаты ол шахматтың сабағы өтіп жатқанның сапасын тексеру. Енді ол да бір проблемалар, сұрақтардың бірі болып саналады қазіргі таңда, себебі өздеріңізге белгілі шахматтан сабақ беретін мұғалімдер аз. Ол да енді қолға алыну керек, себебі құзыреттілік орталығын ашу керек па, мүмкін шахматтан, мүмкін үлкен шахмат орталығын аша отырып, ішінде мықты шахматшыларды жинап, ары қарай біздің елімізді көтеретін халықаралық турнирлерде орын алатындай деңгейге жету керек деп те ойлаймын. Бұл жерде енді ең басты мақсатымыз шахматты бұқаралық спортты да дамытудың бір көрсеткішті де алып отырмыз деп те айтсақ болады. Интеллектуалды ұлтты насихаттай отырып, өздеріңізге белгілі шахмат дегеніміз өте пайдалы ойын, аналитикалық және сыни ойлауды өте жақсы дамытады. Енді ол өмірге де өте пайдалы деп те айтсақ болады. Мысалы, өзіңіздің өміріңізді жоспарлай отырып, шахмат ойында тура солай айтсақ болады, қадаммен, степ бай степ өзіңізге қойған мақсаттарыңызға жете білу, жай ғана
өмірге келгеннен кейін өмір сүру емес, оны сапалы өмір сүру керек. Ол үшін біз не жасау керекпіз, ары қарай әр қадамымызды шешім қабылдау керекпіз деп. Стратег болуға үйретеді. Иә, тактик, стратег. Енді көбінесе стратег план ғой, енді бізде көбінесе. Енді мен білім келіп отқан жалпы өңірімізде осы шахматқа қызығушы балалар көп па, әлде деңгейі төмен бе қызығушы? Қазіргі таңда сұраныс өте көп болып жатыр ата-аналардың арасында. Өзіме де жеке шығып жатқан ата-аналардың саны ұлғаюда. Сіз сияқты шахматшы қыз болса екен деп те айта кететін, мысалы, үлкен рахмет, мене де асып өтсін деп айтамын енді. Себебі адам деген ол көп деген мақсатқа жете білу керек деп ойлаймын. Жақсы. Енді мынау соңғы уақытта әлеуметтік желіде өзіңіз де байқаған шығарсыз, мынау министрдің бастамасы орамал тақырыбына қатысты жиі талқылау болып жатты. Жасыратын жоқ, осы кезде мынау министрдің бастамасы, министрдің ойын көпшілік түсінбеген сияқты көрінді. Енді өзіңіз осы салада қызмет етесіз ғой. Министрліктің позициясы қандай болды? Нені бәлкім біз түсінбей жатырмыз осы кезде? Өте орынды сұрақ, өте ауқымды мәселелердің бірі деп айтсақ болады білім саласында. Білім және ғылым министрлігінің 26 бұйрығымен бекітілген өзінің үлгілері бар. Және де ол жерде жай қарапайым сөзбен айтатын болсақ, мектептегі форманы әр мекеме басшылығы тарапынан, әр мекеме ұйымының тарапынан өздері белгілеу керек, өзінің ішкі ережелер болу керек. Білім туралы заңы бойынша 47-ші бабы бойынша ол жерде осы әр мекеменің басшысы қамқоршылық кеңес арқылы, ата-аналар кеңесі арқылы өздерінің үлгілік типтік формасын белгілеп ата-аналарына тарату керек. Енді көбінесе өздеріңізге белгілі ол ақ үстіне киетін кофта болса, және де көк немесе қара шалбар болуы мүмкін, или юбка дегендей. Сондықтан да бұл әр мекеменің басшысы өзінің қамқоршылық кеңесі арқылы, ата-анасы кеңесі арқылы өткізе отырып, өзінің типтік үлгілік формасын белгілейді деп айтсақ болады. Ал енді орамалдағы біздің қыздарымыз туралы айтатын болсақ, олардың әрине құзырлы органдар өздері жұмыс жасайды. Бұл жерде ең басты мақсатымыз, тағы да айта кетейік, бізге министрлік тарапынан ол білімді ұлтты насихаттау керек, сапалы білім беру керекпіз. Жақсы. Енді мынау өзіңіз қаламыздағы мынау орта кәсіптік білімге кураторлық етесі, дәл осы салаға білгіміз келіп отқан соңғы уақытта бізде мамандық таңдау өте үлкен мәселеге айналып отыр. Бізде ата-аналар әлі де түсінбейді, 4 жыл университетті оқымаса да орта кәсіптік білімменен мықты маман болуға болатынын түсінбей жатады. Сондықтан қазірде мынау бірнеше жыл бұрынғы мынау сұраныстағы мамандықтар, оның ішінде юрист дейміз, экономист дейміз, осы бір престижді мамандықтар сияқты болып қалыптасып қалған қоғамда. Білім беріп отқаны қазіргі уақытта мынау орта білімнің ішінде мәселен кранды басқара алатын мамандар жоқ деп жатамыз, жол саласына қажетті инженерлер жоқ деп жатамыз. Дәл осы мамандықтың да айлығы жоғары біздің білуімізше. 600 мың теңге, 300 мың теңге деген сияқты білгім келіп отқаны басқарма тарапынан өңіріміздегі мынау сұранысқа ие мамандықтардың тізімі жасала ма? Әрине. Бірінші жалпы ақпаратты айта кетейін. Біздің Шымкент қаласы бойынша 37 колледжіміз болса, техника және кәсіптік білім беру жүйесін айтатын болсақ, оның ішінде 11 мемлекеттік, 26-сы жекеменшік колледждердің неміз бар, және де студенттердің саны 36 мың жуық студентіміз бар. Әрине, ол өте ауқымды мәселе, себебі білесіздер, ең басты ол сұранысқа ие мамандарды тәрбиелеу. Енді білім және ғылым министрлігінің тарапынан 122-ші бұйрығына сәйкес, 578-ші бұйрығына сәйкес, ол жерде сұранысқа ие мамандықтардың тізбесін біз жасақтаймыз комиссия тарапынан. Мысалы, қазіргі таңда 25-ші маусым күні балалардың өтініштері қабылдаймыз біз, және де оға дейін біз өзіміздің жұмысымыз ол қай колледждер сай мамандығын бере алады, қай колледждер сай емес, соны біз тексеру керекпіз. Шымкент қаласы білімнің сапасын тексеру департаментімен бірлесе отырып, осы жұмысты қазір қолға алып отырмыз. Енді 25-ші маусымға дейін біз оны айқындау керекпіз. Қандай техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары сай мамандық беруге, мысалы, сіз айтып жатсыз ғой,
білікті там мамандар болса, оны біз әрине Шымкент қаласы бойынша өңірлерден сұраймыз. Әр департаменттен, әр басқармадан біз хат жолдай отырып, осы қаңтар айынан бастаған жұмысымыз ол жүйелі жұмыс деп айтсақ болады. Ең біздің ауқымды жұмысымыз. Ол жерден әр бөлімнен, әр кеңестен біз хаттарын ала отырып статистика жасаймыз. Мысалы, мына мамандыққа, мысалы, тігіншілерге бізге 350 орын керек деп жазу мүмкін. Біз оны өзіміз ойдан құрастыра алмаймыз, себебі сұранысқа ие болу керек. Дұрыс айтасыз, біздің 122-ші бұйрығымыз солай аталады. Сұранысқа ие мамандықтар тізбесін бекіту туралы. Әр өңірде өзінің мамандықтары айқындалады солай. Енді қазіргі таңда өздеріңізге белгілі цифрлық жүйесі дамып келе жатыр. Сондықтан да мерчендайзинг деген мысалы мамандық бар, 3D визуалдау деген мамандық бар, робототехника, программалардың веб-порталын әзірлеу деген сияқты көптеген осы технология саласында көптеген мамандықтар ие болып жатыр. Құрылыс мамандығы да өте керек деп айтсақ болады, себебі өздеріңіз білесіздер, қазір құрылыстың дәуірі деп айтсақ болады. Көптеген нысандар қолға алынып жатыр, мектептер салынып жатыр деп те айтсақ болады. Сондықтан да бұл жерде ең бастысы Шымкент қаласына керегі мол мамандықтардың тізбесін айқындай отырып, оларға қанша мамандық керегін біз айқындау керекпіз. Енді біздің студенттеріміз оқуды бітіргеннен кейін жұмысқа орналасу керек қой. Ең басты мақсатымыз сол, жұмысқа орналасып кетсе екен деп. Енді өзіміздің білім және ғылым министрлігінен және Шымкент қаласы бойынша әкіммен бекітілген жоспарларымыз бар. 75% кемінде мемлекеттік тапсырыс бойынша оқыған студенттеріміз жұмысқа орналасу керек. Жақсы, түсінікті. Енді дәл осы биыл енді жақында ұлттық бірыңғай тестілеу болады, немесе 9-шы сыныпты бітірген оқушылар бар. Дәл осы қажет мамандықтардың тізімін қайдан көруге болады? ОБТ ол басталып кетті. 27 мамыр күні басталған болатын, және де 6 шілдеге дейін уақыты бар. Және де әр біздің оқушыларымыз 2 рет тапсыруға мүмкіншілігі бар. Бірақ бір рет ол мысалы құралдармен және техника құралдармен станып қалса, екінші тестке ол кіргізілмейді. Нелері бар, ережелері, талаптары бар. Өте заңға сәйкес өту керек. Бір балаға бір компьютер және де 2 камера тұрады. Сондықтан да бұл жерде ең басты таза өту керек, парасаттылық болу керек, және де ең мықты балдар мемлекеттік тапсырыс бойынша оқу керек деген мақсаты болып тұр. Сондықтан да енді сіздің сұрағыңызға көшетін болсақ, біз оны комиссиямен қазір жасап жатырмыз ғой. Комиссиямен бекітілгеннен кейін барып, біз оны бүкіл білім беру жүйесінің сайттарында жариялаймыз. Шымкент қаласының әкімдігінің сайтында жариялаймыз. Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіне керегі мамандықтар осы, және де саны осы деп. Бұл жалпы осы тізім жыл сайын өзгеріп отырады ғой? Иә, әрине өзгеріп отырады. Тағы да айта кететін мәселе, өте жақсы жаңалықтардың бірі. Былтыр мемлекеттік тапсырыс бойынша 4595 бала оқуға түскен болса, осы жылы республикалық бюджеттен тағы да бізге 6000 мемлекеттік тапсырыс беріп отыр. Жалпы айтқанда, қазіргі таңда 12137 мемлекеттік тапсырыс бойынша балаларды оқытамыз. Сондықтан да техникалық және кәсіптік білім беру 25 жылға дейін ол тегін болу керек. Ол тікелей президенттің тапсырмасы. Білесіздер, ол не үшін жасалып жатқаны, себебі біздің жастарымыз жұмыссыз қалмау керек, оқусыз қалмау керек. НИТ тағы санаттағы балаларымыз дейді ғой, not in education, employment и так далее. Поэтому бала деген ол оқу керек, жұмыс жасау керек, ол бос болмау керек. Сол мақсатында біздің үлкен жоспарымыз ол мемлекеттік тапсырыс бойынша сапалы білім беру. Түсінікті. Енді мынау тағы бір тақырыптан кішкене ауытқығым келіп отыр, бұл біздегі ұстаздардың біліктілігі турасында. Растадым жоқ, соңғы жылдары мынау елімізде ұстаздарға қатысты заң қабылданып, олардың жағдайын жасауға қатты көңіл бөлініп келе жатыр. Ал енді дәл олардың осы педагогтардың біліктілігі
соған сай ма, сапаға сәйкес па? Енді әрине қайтадан айта кетейік, тікелей президенттің тапсырмасы бойынша 2025 жылға дейін біздің педагогтеріміз 25%-ға жыл сайын жалақысы ұлғайып жатыр. Ол дегеніміз педагог заңы мәртебесі туралы 2019 жылы желтоқсан айында қабылданған болатын. Оның ең басты мақсаты педагогтың имиджін көтеру, педагогтың жалақысын көтеру, педагогтың өзінің құқықтарын ұлғайту десек те болады. Себебі білесіздер, көп деген жағдайлар болып жатыр. Осы интернет желісінде көріп отырсаңыздар, оқушылар кәдімгідей осы педагогтерге айқайлап жатқанда бір жағдайлар болған болатын. Сондықтан да бұл заң өте орынды болып келеді деп айтсақ болады. Олар тыс жұмыстың уақытында да, мысалы кешкі уақыттардың рейдке де біз шақырамаймыз. Олар өзінің сабағын береді ма, ары қарай ол кету керек үйіне, демалу керек. Сондықтан да бұл өте ауқымды заң қабылданды деп айтсақ болады. Өте керемет заң, біздің педагогтеріміздің мәртебесін көтеріп жатыр. Сондықтан да жалақысы көтерілгеннен кейін біз педагогтерден де сұранатымыз ол өзінің мәртебесін көтере отырып, квалификациясын көтеру керек өзінің. Ол сол үшін ол тесттер құралған болатын. Естіп жатырмыз, көптеген өңірлерде проблемалар болып жатыр. Кейбірлер өзін ұстай алмай, мысалы кредиттерге кіріп кеткеннен кейін, тесттарын тапсырамағаннан кейін қиын жағдайларға да түсіп болған мәселелер бар. Бірақ бәрібір де менің ойымша жалақы өскеннен кейін барып, бізде олардан сұрау керекпіз. Себебі ол балалармен тікелей жұмыс жасап жатқан адамдар. Олар тәрбиенің саласында беріп жатқан, олар білім саласын беріп жатқан азаматтар. Сондықтан да сабақ деген сапалы өту керек. Білікті және білімді мұғалімдердің саны көбею керек, біріншіден. Білесіздер, мысалы студенттеріміздің педагог саласында оқып жатқан студенттеріміздің де стипендиясы 2 есе өсіп жатыр. Басқа студенттердің де естіп жатырмыз. Неге, мысалы медицинада оқып жатқан студенттеріміз, олардың да жұмысы өте қиын деп. Неге біздің жалақымыз көтерілмей жатыр деп. Олар да көтеріліп жатыр, мысалы кейбір сұрақтарын қойып жатыр. Бірақ енді педагогтердің мәртебесін заңы қабылданғаннан кейін бұл енді жүйелі түрде барлық жағынан да бірге қолдану керек. Демек, талапта жоғарылап жатыр, уақыт. Талаптарда жоғарылап жатыр. Жақсы, енді мына бізде қорытынды сұрақ болсыншы, соңғы уақытта бізде мынау өзіңізге де белгілі, өңірімізде жекеменшік мектептер өте көп ашылып жатыр. Әрине біз бұның маңызын өте жақсы білеміз. Дегенмен де дәл осы мектептердің сапа көрсеткіші қандай деген бір сауал туындайды. Енді сіздердің тікелей барып тексермейтіндеріңіз белгілі, десе де мынау олимпиадалар бар, бізде ғылыми жобалар бар. Осыған қатысу көрсеткіші бойынша біз бағалай аламыз. Оларда білім жүйесі жақсы, орташа немесе төмен деген баға. Дұрыс айтасыз. Себебі барлық министрліктің тарапынан шыққан заңдар, нормативті құқықтық актілердің бәрі жекеменшік және де мемлекеттік жүйесіне бөлінбейді. Демек, бәріне бірдей талаптары бар, сай. Енді бірақ 2023 жылға дейін мораторий белгіленген. Жекеменшік мектептердің бәрі олар орта бизнес немесе кіші бизнес болып белгіленеді. Сондықтан да біз оларды тексеруге құқығымыз жоқ. Алайда біз мектептің оқушыларын барлық өзіміздің конкурстарымызға, барлық өздеріміздің олимпиадаларымызға қатыстыра отырмыз. Олар да белсенді. Айта кетейік, Шымкент қаласы бойынша 51 жекеменшік мектеп бар. Біз жекеменшік мектептің санын көбейтуге тырысамыз, себебі мектептегі оқушылардың тапшылығы бар. Республика бойынша қателеспесем 225 мың орын тапшылығы бар. Сол үшін біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы 2025 жылға дейін 1000 мектепті салуға тапсырма берген. Атамекен палатасымен бірлесе отырып, бизнесте жүрген кәсіпкерлерді тарта отырып, ол жерді біз қамту керекпіз. Жекеменшік мектептердің саны сол үшін көбеюде. Ал енді сапаны айтатын болсақ, әрине
мемлекеттік мектептердің арасында дарынды мектептеріміз бар, лицейларымыз бар, гимназияларымыз бар, IT мектептеріміз бар. Олардың өзінің талаптары бар. Балаларды қабылдаған кезде біз оларды сынау керекпіз. Тесті бар. Иә, өзінің заңдылығы бойынша біз балдарды түрлі деңгейде қабылдауға мүмкіншілігіміз жоқ. Мысалы, енді именно IT, гимназия, лицей дегендерді, мамандырылған мектептерді айтатын болсақ, ол жерде ең мықтылардың балдары жиналады, дарынды балдарымыз. Ништа, мысалы, сол санаттарына кіреді деп айтсақ болады. И көбінесе алтынды және де қола немесе осы белгілі көрсеткіштерді көрсететіндеріміз оқушыларды осы тізім шыққан мектептердің арасынан шығады. Сондықтан да айта кететін болсақ, қазіргі таңда Шымкент қаласы бойынша осы уақытқа дейін қаңтар айынан бастап 77 медаль алдық. Ол үлкен көрсеткіш, себебі былтыр 35-тей болған болатын, сондықтан да біз дарынды балдардың санатын көрсеткіші 2 есе ұлғайып жатыр. Ол да керемет бір көрсеткіш деп айтсақ болады. Сол себептен осы жылы Шымкент қаласы Мұрат Дүйсенбекұлының қолдауымен арнайы алғыс хаттармен 300-дей бала марапатталған болатын. Балалар жылы аясында және де дарынды балдарды қолдай отырып арнайы сыйлықтармен марапатталған болатын. Сондықтан да бұл да мотивация беретін бір керемет жобалардың бірі деп айтсақ та болады. Өте маңызды. Іс-шараларымыз өте көп. Енді ең басты оның бәрін сапалы орындау. Жақсы, енді мынау алдағы бастамаларыңызға тек қана сәттілік тілеймін. Абырой биігінен түспеңіз, тұғырыңыз биіктей берсін. Сұхбатқа келісім бергенім үшін тағы да алғысымды білдіремін. Үлкен рахмет. Құрметті көрермен, біздің кезекті сұхбатымыз аяқталды. Бүгін біз өңірдегі білім саласына қатысты біраз туындаған сауалдарымызға жауап алдық. Біздің парақшаға жазылып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Ал біз өздеріңізбен келесі кездескенше қоштасамыз. Сау, сәлематта болыңыздар.